Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Қайрат Құдайбергенұлы Абдрахманға, дүниежүзілік адам құқығын қорғау ұйымына, Еуропа парламентіне, Қытай Халық Республикасы Шинжаң өлкесі Құмыл аймағы мен Баркөл қазақ автономиялы ауданынан ата жұртына оралған қазақтар атынан үндеу. Қытай Халық Республикасының Шинжаң ұйғыр автономиялық өлкесіне жаңа партия патшасы Шин Шангоның үкімімен Қытайдағы қазақтарға, оның ішінде Құмыл аймағы мен Баркөл қазақ автономиялы ауданындағы ұлтты қазақ және басқада аз санды ұлттардың азаматтық бас бостандығы мен еркін өмір сүруі, жүріп тұруына шектен тыс түрлі қысымдар жасалуда. Бұл қысымдардың ең жеңіл түрі үй қамақта немесе семьямен бақылауда, ал сұмдығы саяси үйрену деп аталатын түрмелерге жазықсыз қамап жатыр. Оларға таққан кінә әлемнің барлық елінде қолданылатын түрлі әлеуметтік желіні пайдаланғаны үшін Қазақстанға туысшылап сауда-саттық пен оқумен келгендігі үшін Қазақстандағы туыстарымен телефон арқылы сөйлескені үшін, Қазақстандағы танымал адамдармен суретке түскені үшін, Қазақстандағы өнер адамдарының концертін орналастырғандығы үшін, діни наным сенімдеріне байланысты намаз оқып, мешітке барған үшін немесе үйінен Құран жайнамаз шыққаны үшін басқа да санақсыз түрлі сылтаумен түрмеге қамап жазалап жатыр. Бұған дәлел халықтың толассыз өткізіп жатқан конференциясымен жазбаша және видео дәлелдері. Осындай салдарынан 2 жыл бойы бір отбасы екіге бөлініп, ол жақтағы туысқандарының өлі тірі екені белгісіз. Қытай өкіметі Бірлескен Елдер ұйымының заңдары мен жарғыларына 1972 жылы қол қоюына қарамастан халық аралық нормаларды және өзінің заңдарын өрескел бұзып, қазақтар жасайтын облыс, аймақ, аудандардың бірінші хатшылары мен полиция бастықтары және барлық заң орындарына шексіз билік беріп қойған. Олар кез келген уақытта қазақтарды ұстап, сот үкімі сіз түрмелерге қамап, бопсалап, үркітіп, қорқытып, мәжбүр көрсетуде. Осының салдарынан Қазақстанға қоныс аударған қазақтардың халық аралық заңдарына белгіленген құқықтары өрескел бұзылып отыр. Қытайдың компартиялық билігінің фашистік әрекетін тоқтатуын үміт етеміз. 2018 жыл 5 желтоқсан Алматы қаласы.